Ерсін Әміре ұстазымыз бен Оқтан бауырымыздың арасындағы пікірталас бүгінде де түрлі тақырыптарға арқау болуда. Енді өте үлкен, кең ғылыми негіздегі талас тартыс, ашық пікірталас екендігін көруге болады. Толық тыңдап, терең түсінігінде біз мына нәрсені білеміз. Ол жердегі 2,5 сағаттық, 50 минуттық, 36 минуттық өте үлкен көлемдегі бұл пікірталастың соңында Ерсін Әміренің жеке білімін дәлелдеуі емес, Ханафи Ахли Сунна вәл Жамаа мазхабындағы терең дәстүрлі сенімдегі ақиданың негізгі дұрыстығын, ол жердегі сәләфилік идеологияның шала сауатсыздығын аңғаруға болады. Өйткені ол жердегі Аллаға мекен беру тұрғысында Ерсін Әміре ұстаз тек Ханафи Матруди ғалымдарынан емес, сәләфиміз деп жүрген, соларды ұстанамыз деп жүрген Ибн Таймия секілді, Қайым әл-Жаузи секілді үлкен ғалымдардың өзінен бұлтартпас дәлел келтірген кезде, Оқтан бауырымыздың өзі кейбір арабша мәтіндердің өзін қазақша аударатын кезде қате, харекетсіз оқып, сауатсыздығын көрсетуде. Сондықтан, құрметті бауырлар, қандай ілімнің, қай ақиқаттың дұрыс екендігіне көзі ашық, көкірегі ояу адам сол жердегі видеоны оқып, тыңдап, сол жердегі видеоны терең дұрыстықты түсінуге болады.